Ал кімде-кім Аллаға және пайғамбарына қарсы келіп, оның белгілеген шекарасынан асатын болса, оны ішінде мәңгі бақи қалатын жан түршігерлік жалын атқан отқа тастайды. Сөйтіп, оның сыбағасы өзін қор қылатын азап болмақ. Әйелдердің арасынан азғындық, зина жасағандарға қатысты оқиға қалада болса, бір айдың ішінде ауылдық жерде орын алса, ең көп 6 ай ішінде өз араларынан 4 ер адамды куәға тартулары керек. Егер олар куәлікке жүріп, оқиғаның болғанын растаса, онда әйелдерді ажалы жеткенше не болмаса, Алла оларға қатысты басқа бір жол көрсеткенге дейін үйде қамап ұстаңдар. Араларынан зина жасаған ер мен әйелді ауыр сөздермен айыптап, сөгіп немесе таяққа жығып жазалаңдар. Егер олар тәубесіне келіп түзелетін болса, жазалауды тоқтатып, жайына қоя беріңдер. Шүбәсіз Алла тәуәп, істеген күнәлары үшін өкініп тәубеге келген құлдарының тәубесін қабыл алушы, рахим, тәубе етіп өзіне бет бұрған мүмін құлдарының ерекше мейірімді. Әйтсе де Алла қабыл алуды уәде еткен тәубе, жамандықты бір сәт нәпсіге еріп білместікпен істегеннен кейін, оның күнә екенін білген бойда дереу тәубе етіп Аллаға бет бұрғандардың тәубесі, міне солардың тәубесін Алла міндетті түрде қабыл алады. Алла алим, құлдарының ниетін, қай істі не істеп, не үшін істегенін жақсы білетін шексіз ілім иесі. Хаким, әр ісі мен әрбір үкіміне талай хикмет жатқан асқақ даналық иесі. Әйтпесе, күнәнің түрін істеп жүріп, ажалы жетіп жаны алқымына келгенде, мен енді тәубеме келдім дейтіндердің және кәпір күйінде өлгендердің тәубесі қабыл болмайды. Біз олар үшін жан төзгісіз азап дайындап қойдық. Уайымын келтіргендер, дүниеден озған жақындарының әйелдерін мұраға қалған дүниедей көріп қалмаса да, әмеңгерлік жолмен үйлену, махрлерін бермей өздеріне некелеп алу, немесе қалың мал алу үшін басқаларға мәжбүрлік қосу адал іске жатпайды. Сондай-ақ ашық түрде азғындық зина жасап, ауыр күнә арқаламайынша, өз әйелдеріне қалыңдық сыйы ретінде берген махрлерінің бір бөлігін қайтарып алуды көздеп, орынсыз қысым көрсету арқылы оларды ажырасуға мәжбүрлеулерін де адал іске жатпайды. Жұбайларымен жақсы қарым-қатынаста болыңдар. Егер оларды ұнатпай қалсаңдар, сабырлылық танытыңдар. Қайдан білесіңдер, бәлкім Алла сендер ұнатпаған нәрсенің артын хайырлы қылып көптеген жақсылыққа ұластыруды қалайтын шығар. Егер әйелдерімен ажырасып, орнына басқа әйел алып төсек жаңғыртуды қаласаңдар, ажырасқан әйелдеріне кезінде үйіп-төгіп мәһр берген болсаңдар да, одан еш нәрсе, бір сабақ жіп дағы алмаңдар. Әлде оны қайтарып алу үшін әйелдеріне зина жасады деп жала жауып, көрер көзге күнә арқаламақсыңдар ма? Расында сендер бір төсекте қосылып, бір-бірімен соншалық жақындастыңдар, һәм некелескенде әйелдерін сендерден құқығын аяқ асты етпеуге қатысты беріп уәде алған еді. Ендеше берген сыйларыңды қалай қайтарып алмақсыңдар? Бұрынырақта надандық дәуірінде болған істің жөні бөлек, ал бұдан былай әкелерімен және аталарымен некелескен әйелдерді алушы болмаңдар. Расында бұл Алланың қаһарына ұшырататын арсыздық һәм өте жиіркенішті жоралғы. Уа мүміндер, сендерге өз аналарымен, туған қыздарымен, әпке қарындастарымен, әкелерінің әпке қарындастарымен, аналарының әпке сіңлілерімен, туған бауырларының қыздарымен, туған әпке қарындастарының қыздарымен, сүт аналарымен, сүт әпке қарындастарымен, қайын енелерімен және қолдарындағы өгей қыздарымен некелесу харам етілді. Ал жар төсегінде қосылмай тұрып, ажырасып кеткен әйелдерінің қыздарына үйленсеңдер күнә арқаламайсыңдар. Сондай-ақ сендер үшін бел
балаларының жұбайларына үйлену һәм апалы-сіңілі 2 қызды бірдей әйелдікке алу харам етілді. Бұдан бұрын надандық дәуірінде болар іс болды. Өйткені Алла ғафур, құлдары қанша жерден күнәға батса да, тәубелеріне келген жағдайда өте кешірімді, рахим, әсіресе мүмін құлдарына ерекше мейірімді. Тыңдағандарыңызға рахмет. Каналға тіркеліп қойсаңыздар болады. Жаңа сүре, аяттар шыққан кезде ең бірінші сіздер біліп отырасыздар, ең бірінші сауапты сіздер алып отырасыздар.